Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен мен үй жағдайында жасалатын пицца дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен ішіне салмасын осылай турап алсаңыздар болады. Менде ашытылған қамыр болған. Мен сол қамырды жұқалап жайып алатын боламын. Осылай бір келке етіп жайып аласыздар. Сосын майланған табаға салып, бетіне кетчуп пен майонезді жағамыз. Сосын бір тегіс етіп қамырдың бетіне жайып жағамыз. Бетіне майдалап туралған колбасамызды саламыз. Сосын маринадталған қиярымызды саламыз. Енді қызанағымызды саламыз. Осылай бір келке етіп ұзынша етіп туралған. Үстінен осылай майдалап туралған сырды сеуіп шығамыз. Дайын пиццамызды 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, дәмді. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеода кездескенше.